Ассаламу алейкум достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ұйғыр халқының ұлттық тағамы гюро лағманды тура кафедегідей қылып жасайтын боламыз. Сіздерге лағманның барлық қыр-сырларын, құпияларын айтатын боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар қыздар. Және де мен каналыма подписация етіп, лайк басып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаймыз. Ең алдын біз қамырынан бастайық. Ол үшін бізге тек қана ұн, су және тұз қажет болады. Бұл видеода 5-6 порцияға ғана арналған қамыр. Егер де сіздер көп жасағыларыңыз келсе, онда ұн мен суды 2 есеге көбейтетін боласыздар. Лағманның қамырын ие жақсы қану керек, сондықтан минималды 30 минутқа одан да көп тұра бергені жақсырақ. Мінекей қамырымыз қаттылау болып шығады. Оны міндетті түрде салафан мешочекке салып демалдыратын боламыз қыздар. 15-20 минуттан кейін қамырды қайта алып, оның иін қандыратын боламыз. Иі қанған қамыр өте жақсы жайылатын болады қыздар. Міндетті түрде иін қайта осылай қандырып тұрыңыздар. Енді етті маринаттаудан бастайық. Бізге осындай жас малдың еті қажет болады. Тек қана мякіт қосамыз лағманға. Оны осындай слой ғып турайтын боламыз. Қыздар, етті морозильниктен алып турағандарыңыз жақсы болады. Сол кезде еттеріңіз әдемі болып туралатын болады, жіп-жіңішке болып. Мінекей біз етімізді турап алатын боламыз. Еттің артық майларын, шандырларын бәрін алып тастайтын боламыз. Енді етімізге приправа для лағманымызды қосып, және де соямызды қосып, бұл сояны қосу себебіміз етіміз өте жұмсақ, дәмді болып шығу үшін. Және де осындай чесногымызды теркадан өткіземіз, болмаса қолмен ұсақтап турасаңыздар да болады. Енді жақсылап араластырып 15-20 минутқа қоятын боламыз. Енді қамырына кірсек, ол үшін бізге осындай тарелка қажет болады. Тарелканы жақсылап майлаймыз, столды да майлаймыз. Енді иі қанған қамырымызды алып, оны бөлшектерге бөлетін боламыз. Видеодағыдай істейсіздер қыздар. Мінекей қамырларды кесіп бөлшектерге бөлетін боламыз. Енді қамырларымыздың бетін міндетті түрде қыздар салафан мешочекпен жауып қоятын боламыз. Біртіндеп алып осылай жаятын боламыз. Қамырымыз қалыңдығы 1 сантиметрдей болу керек. Осылай жайып аламыз қамырымызды. Енді тарелкамыздың ортасында осындай спираль ретінде жинап, бетін майлайтын боламыз. Екінші қамырымызды тура солай жайып, бірінші қамырға жалғастырып, тоже осылай спираль ретінде жинап, бетін міндетті түрде майлаймыз қыздар. Әр қамырды жайып сеп болғаннан кейін майлап тұратын боламыз. Лағманның қамыры майды жақсы көреді. Сол кезде ол өте жақсы жайылатын болады. Енді бірінші слой бітті, екінші слойды қамырдың үстіне осылай қоя бересіздер. Қыздар, ешқандай да жабыспайды, өйткені сіздер майлап тұрсыздар ғой. Мінекей барлық қамырларымызды жасап, осылай бетін майлаймыз қыздар. Сосын ауа өткізбейтіндей осындай салафан мешочекке салып қоятын боламыз. Қамыр демалады, суымыз қайнағанша. Енді подливімізге кірісейік. Ол үшін бізге маринатталған етіміз, пияз, пекинский капуста, помидор, болгарский перец тәттісі, полугорький де қажет болады, егер де ащы қылам десеңіздер. Сосын ең қажет бұл жерде гюро лағманның дәмін келтіретін ол сельдерей әрине. Сельдерейді де аламыз. Менде қатырылған сельдерей бұл жерде. Енді бәрін жақсылап турайтын боламыз. Бәрін 4 пұшты етіп, бірдей етіп турайтын боламыз. Пекинский капустаны видеодағыдай тура қатты жерін ғана алатын боламыз. Жұмсақ жағы бізге қажет емес. Жұмсақ жағын кейін салатқа да қосып жіберсеңіздер болады. Ал мынау бізде полуострый бұрыш осындай ұзын болып келеді. Одан мен біреу қостым. Өйткені бізде балдар ащыны қатты жақсы көрмейді. Енді қазанымызды алып, сұйық майымызды құйып, қызып тұрған майға етімізді қуыратын боламыз. Етімізді 4-5 минуттай қуырамыз. Қуырып болғаннан кейін пиязымызды саламыз. Сельдерейімізді саламыз. Сельдерейдің тек сабағын ғана қолданамыз қыздар.
Сөйтіп помидорымызды да салып, томатымызды да салып 6-7 минуттай қуыратын боламыз. 6-7 минут қуырып болғаннан кейін оған бағанағы туралған 4 піштілеп туралған пекинский капустаның осы қатты жерін қосатын боламыз. Бұл ұзақтау пісетін болғандықтан бұны ең бірінші қуыратын боламыз. Болгарский перістен бұрын капустаны қуырамыз. 5 минуттай қуырамыз енді. 5 минут қуырғаннан кейін енді болгар бұрыштарымызды қосып қуыратын боламыз. Бұны да 5-6 минуттай қуырамыз. Кейіннен тұзымызды салып, бағанаға ет маринатталған тостағымызға су құйып, содан суды құямыз да 10 минуттай қайнататын боламыз. Кейіннен осындай 200 мл суға кукурузный крахмал қосып, оны жақсылап араластырып, қайнап тұрған осы лагманның подливіне 10 минуттай құямыз. Бұның құю себебіміз подливасы қою болу үшін осылай құямыз, қыздар. Мінеки, енді қамырымыз демалды, енді қамырларымызды пісіретін боламыз. Қыздар, қамырларды 2 данадан етіп пісіреміз. Сол кезде бізде жақсы пісетін болады қамырлар. Бірденен бұратып 5-6-дан пісірмейміз, қыздар. 2-3-ден ғана пісіретін боламыз. Тек қана осылай қолмен соза берсеңіздер, сіздердің қамырларыңыз созыла береді. Өйткені майда ұзақ тұрған сайын қамырларыңыз жақсы жайылатын болады. Мінеки 2 ұшын алып, осындай 2 ортамен тура видеодағыдай қамырды осылай жинайсыздар. Осылай жинап, енді столға қатты ұрамыз. Мінеки, бізде жіңішке қамырлар шықты. Енді қайнап тұрған суға тұзымызды салып, тұз салғаннан кейін оны қайнатып, кейіннен қамырымызды салып пісіретін боламыз. Қамырды салғаннан кейін міндетті түрде вилкамен араластыратын боламыз. Іші жабыспау үшін, бір-біріне жабыспау үшін. Мінеки, қайнағаннан кейін қамыр осылай бетіне шығады. Судың бетіне шыққаннан кейін 1-2 минут қана қайнатып, осылай судан сүзіп болатын боламыз. Бұны мұздай суға жумаймыз. Бұл құпиясы осы қамыр пісіруінің суға салмаймыз. Ешқандай да осылай суын ғана сүземізді. Артық су тостағымызға ағады. Қалған қамырды осындай ыдысымызға салып, оны да майлаймыз, қыздар. Міндетті түрде әр қамырды осылай майлап тұрамыз. Сонда бізде өте әдемі қамырлар шығатын болады. Енді тарелкамызға піскен қамырымызды салып, оның үстіне подливамызды құямыз. Тура кафедегідей шығады. Дәмі міндетті түрде мен рецептімен жасап көріңіздер. Дәмі енді сөзбен жеткізе алмаймын. Өте дәмді, керемет болып шығады. Ас болсын, қыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет.